бір адамды адамдар үлгі тұтады. Пәленше ғалым деді, пәленше имам, пәленше тақуа шейх деді. Ертең ол күнә істеп жатса, адамдар айтады, пәленше ол біледі ғой, бір нәрсені біліп осы нәрсені істеп жатыр. Сіздің нәпсіңізге еріп, нәпсіңіздің құлы болып сол нәрсені істеп жатқаныңызбен жұмыс жоқ олардың. Неге? Өйткені олар сізді үлгі тұтады. Егер күнә істеуші адам басқаларға үлгі болатын, басқалар сөзін тыңдайтын, артынан еретін адам болса, бұл оның күнәсінің тағы да еселенуіне себеп болады. Сол үшін де жай қатардағы мұсылманмен, мысалы, діни қызметте жүрген адамның екеуінің істеген күнәсі бірдей емес. Неге? Өйткені адамдар аны діни қызметкерді үлгі тұтады. Бірақ сіз ойламаңыз, яғни ол тек қана бір имамдарға, молдаларға, бағанағы уағызда жүрген адамдарға қатысты екен деп. Жоқ, әрбір адам өзінің үйінде, белгілі бір ортада басқаларға үлгі. Мысалы, сіз өзіңіздің бала-шағаңызға үлгісіз. Бала-шағаңыз белгілі бір жасқа жеткенге дейін сізді ең білімді, ең мықты, барлық нәрсені білетін, ең күшті адам деп ойлайды. Жас бала солай, әкесін көрген кезде, ол үшін әкесі деген супермен, әкесі деген мықты, әкесі деген батыр, әкесі деген барлық нәрсені біледі. Сіз балаңыз үшін үлгісіз. Енді балаңыз сіздің күнә істеп жатқаныңызды көріп жатса, ертең айтады ғой, мен әкем осы нәрсені істейтін еді. Қазір қанша адамдарды көріп жатасыз? Дінде бұлай, шариғаттан үкім бұлай десе, сен оттама, менің әкем қажылыққа барған, менің әкем молда болған, сол әкемнің өзі бүйтіп істейтін еді. Яғни сіз қанша адамның, егер сондай адамдан болсаңыз, қанша адамның сізді құжат етіп күнә істеуіне себепші болып жатсыз. Ертең бала-шағаңыз да өскен кезде солай айтады. Мен әкем мешітке баратын, мен әкем 5 рет қажылыққа барған. Қазір естиміз ғой көп. Мен әкем жаяу қажылыққа барған. Және осыны бүйтіп істейтін еді. Бүгінгінің молдалары жүдә білгіш. Осындай әңгімелерді естесің ғой көп. Сізде солай ертең отбасыңыздың, бала-шағаңыздың сіздің артыңыздан еріп адасып кетуіне себепші болмаңыз. Тіпті жай бір үйде әке емес, жай қатардағы, мысалы, жас жігіт болсаңыз да, сізді біреулер үлгі тұтады. Мысалы, көршіңіздің баласы, туысқандары арақпен той істейін деп жатыр, сол тойға барғысы келмейді. Әкесіне, анасына айтып жатыр. Әке, ана, ол жерде Алла тағаланың харам еткен арағы болады. Арақ тұрған дастарханда айтылған тілектердің ешқайсысы қабыл болмайды. Ол жерде отырған адамдарға Алланың қарғысы болсын деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ондай күнәға бармайық. Туысқанымыз болса, күндіз барып беретінімізді беріп, құтты болсынымызды айтып шығайық, бірақ кешкі әлгі харам отырысына қатыспайық деді. Көршіңіздің ата-анасы не дейді? Дінді білмейтін, дінді түсінбейтін. Сен кімсің сен? Кеше бесіктен белің шықпай жатып, әні пәленшенің баласы. Сенен намазды қайдан алдын бастаған? Сенен білімі көп, мешіттен білім алады. Барып жүр ғой әні. Содан білгіш болып қалдың ба сен? Или что-то сектаға кіріп кеттің ба сен? Ертең апарып сөйлестірмешін, сен бір сектаға кіріп кеткен сияқтысың деп шариғаттағы мәселені айтып жатса, оны бір сектаның тірлігі деп ойлайды. Оған кім құжат болып жатыр? Сіз құжат болып жатсыз. Харам тойда жүрсіз, харам отырыста жүрсіз, харам істі істеп жатсыз. Мына жақта 5 уақыт намазыңызды оқисыз, бірақ мына жақта бағанағы өсімқорлықпен айналысып, белшеңізден кредитке батып жатсыз. Ертең сізді қанша адам құжат қылады? Пәленше мені мешітке барып жүр, істеп жүр ғой деді. Мені пәленше үйтіп жүр, мені пәленше мешітте, мені имам үйтіп жүр ғой деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде
мән сәнна сүннәтән саййа фа алейхи визруха деді. Кім бір жаман жолды қалдыратын болса, бір күнәсі істеп, оған күнәсі болады деді. Ва визру мән амила биха. Және соған еріп артынан сол күнәні істеген адамдардың күнәсі болады деді. Егер сіз бір жақсылыққа себепші болатын болсаңыз, артыңыздан еріп істеген адамдардың да, иншалла, адамдардан да сізге сауап барып тұрады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кафаили. Жақсылыққа жол көрсетуші, соны істеушімен тең деді. Мән санна сүннәтән хасана фалаху ажруха ва ажру мән амила биха. Кім жақсы жол, жақсы сүндет қалдырса, оған сауабы болады, және артынан ерушілердің сауабы болады деді. Тура сол секілді сіз күнә істейтін болсаңыз, және сол күнәңізге еріп, сізді үлгі тұтып бір адамдар күнә істейтін болса, одан да сізге тағы да күнә барып тұрады. Сол үшін де имам Абу Хамид ал-Ғазали рахмаһуллахтың мынандай бір керемет сөзі бар. Әлбетте бұл сөз салыстырмалы түрде айтылып жатқан сөз. Бақытты адам деді. Бақытты адам өзі өлген кезде күнәлары өзімен бірге өлген адам бақытты адам деді. Бақытсыз адам өзі өлсе де күнәлары өлместен артынан барып тұратын адам деді. Сіз бір күнәға себепші болып кеттіңіз, бір жаман жол қалдырып кеттіңіз, өзіңіз өлдіңіз, бірақ артыңыздан адамдар сол амал істеп жатыр. Бір адам өліп кетті, бірақ артында түнгі клубы қалды, бағана құмар ойынханасы қалды, тағы да басқа да харам істері қалды. Адамдар соны істеп жатыр. Істеген сайын бұған күнә бара береді. Бір адамдар артынан сауаптың барып тұруына себепші болып, артынан жақсы амалдар қалдырып жатса, енді бір адамдар артынан күнә барып тұратын істерді істеп кетеді. Сол үшін де ең болмағанда өзіміз өлген кезде өзімізбен бірге күнәларымыз өлетін адамдардан болуға тырысайық. Біреулерге күнәда үлгі болып қалмайық. Құранда Алла субхана ва тағала «Уанактубу ма қаддаму ва аthарахум». Біз олардың істеген амалдарын және сол амалдарының әсерін жазамыз деді. Амалдарының әсерін жазамыз деді. Сіздің амалыңыздың әсері болады, біреуге әсерін тигізеді. Ол да жазылады. Сол үшін де бағанағы үйімізде, мешітте және араласатын адамдарымызбен араласқанда өте абай болуымыз керек. Сізге адамдар діннің өкілі деп қарайды. Міне мынау намазхан, мешітте намаз оқып жүр деп қарайды. Егер сіз бір күнә істеп жатсаңыз, ертең адамдар айтады, міне пәленше күнә істеп жатыр. Пәленше былай істеп жатыр ғой деді. Сол үшін де иншалла осындай амалдардан сақ болатын болсақ, онда жасаған күнәміз сол күйінде қалады. Иншалла егер тәубе етіп тағы да Алладан кешірім сұрап жатсақ, иншалла күнәларымызды Алла тағала кешіреді. Ал бірақ күнә істеп ол күнәмізге қуанатын болсақ, күнәмізді тағы да жарнамалайтын болсақ, күнәмізді болмашы іс көретін болсақ, және істеген күнәмізде басқаларға үлгі болып жатсақ, онда біздің күнәларымыз тағы да ұлғая береді, тағы да көбейе береді.